58 сабақ. Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін жауаптарын ауызекі айтып кетемін. 29 тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Астана өте әдемі. Қалада неше түрлі ойын-сауық орталықтары бар. Сәулетті ғимараттар өте көп. Өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қоссам деймін. Мәтін не туралы? Мәтін Астана қаласы туралы. Астана. Оған ат қоя кететін болсақ, Астана. Астанадағы сәулетті ғимараттар туралы білетініңді айт, және оларды дереккөздерден қарап толықтыр. Астанадағы сәулетті ғимараттарға тоқтала кететін болсақ, Хан Шатыр, Бәйтерек және тағы басқалары. Сызба арқылы сұрақ қойып, өзара байланысқан сөздерді тобын тап. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Кім? Астана қаласының кішкентай тұрғыны. Мен қай қаласының кішкентай тұрғынымын? Мен Астана қаласының қандай тұрғынымын? Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысып айтылады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. 30 тапсырма. Мәтінді көркем жаз. Астана еліміздің ордасы. Маған өз қалам өте ұнайды. Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Мына сызбаға қай сөйлем сәйкес келетінін айт. Бұл сызбаға Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді. Осы сөйлем сәйкес келеді. 31 тапсырма. Сызба бойынша тиісті сөйлем мүшелерін тауып жаз. Астана қаласы. Астана үлкен қала. Астана әдемі көрікті қала. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. 32 тапсырма. Тақырып бойынша өлең мазмұнын болжа, сонан соң өлеңді оқы. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тапсырмалар сендерге түсінікті болған болса, комментария қалдырып, және де каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Мен сендерге пайдалы видеоларды көбірек шығарып отыратын боламын. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып тұра берсеңдер, міндетті түрде жауап беретін боламын.